Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз миокард инфарктісі. Жалпы миокард инфарктісі деп отырғанымыз бұл жедел коронарлық қан айналысының жетіспеушілігінен туындайтын жүрек бұлшықетінің некрозы, яғни өлі Коронарлық қан айналысының жетіспеушілігі бұл тәж артерияларының бойымен қанның келуі кенеттен тоқтауымен, яғни осы бляшкалардың және тромбтың жиналуының әсерінен кенет тоқтауы болады. Соның әсерінен миокардқа оттегінің қажет етуі азайып, тәж артерияларының қажеттілікті орындамауынан туады. Жалпы жүрек бізге қанды алып бүкіл тінге ағзаға апарады. Бірақ десе де жүректің өзіне де қан керек. Бұл жерде тәж артериясында қан айналымды жақсарту үшін ұсақ қан тамырлар, яғни артериялар арқылы оттегімен қамтамасыз етіп отырады. Осы жүректің сыртқы бөліктеріне назар аударатын болсаңыздар, сыртында ұсақ қан тамырлар берілген, осы арқылы оттегімен қамтамасыз етіп отырады. Сосын бұл жерде жүректің ұстамасы кезінде осы ұсақ қан тамырларды блоктап тастайды да, сол жерде тіннің дисфункциясына алып келеді. Яғни қан тамырға ұзақ уақыт бойы қан келмейтін болса, жүрек тіні некрозданып өліп қалады. Бұның ұстаманың соңы эндотелиалды клетканың зақымдалуымен жүреді. Эндотелиалды клетка зақымдайтын болса, организмге токсиндер келіп тұрады. Токсиндердің жалпы бірден бір осы ең жағымсызы темекінің токсині. Бұл жерде тәж артериялары берілген. Бұл жерде жаңағы бляшкалар, атеросклерозы бляшкалардың және тромбтың жарылуы деген сияқты, тромбтың қалай түзілуі деген сияқты суретте берілген. Бұл біріншісі қалыпты жағдайдағы тәж артерияларының бағыты, яғни қан айналымының жүріп бара жатқан суреті. Екіншісі бұл жаңағы бляшкалардың жиналуы, атеросклерозы бляшкалардың жиналуы. Біз жаңа айтып кеттік, эндотелиалды зақымданғанда организмге токсиндер келіп түседі. Бұл токсиндер осы миокард инфарктісінің осы этиологиясында гиперхолестеринемия, артериялық гипертензия және де шылым шегу болып табылады. Және де бұл аурумен көбінесе әйелдерге қарағанда ер адамдар ауырады. Сосын токсиндердің бірден бір себебі жаңағы темекінің токсині болуы мүмкін. Сонымен қатар осы токсиндер жиналып келіп, жаңағы осы тәж артериясының бойына жиналады, яғни бляшка түзіледі. Сосын бұл жерде жаңағы қанға түсіп қабырғасын зақымдап жібереді. Атеросклерозың басталуы болады да, осы бляшкада жаңағы май, холестерин, кальций, лейкоцит, белоктар жиналып, осы жерде үлкен бір төмпешік пайда болады. Осы бляшкалар қан тамырын бітеп тастайды да, қан өтпейтіндей қылып бұзылады. Яғни кішкентай ғана окклюзия болуы мүмкін, яғни кішкене өтетіндей қылып, бірақ та үлкен қан тамырдан кішкентай орын қалатын қан тамыр қан өтпей қалады да, яғни қанның өтуі баяулайды да, сол жерде жаңағы жүректің зақымдалуы болады, яғни жүрек бұлшықеттің зақымдалуы болады. Бляшканың өзі екі топқа бөлінеді, яғни ішкі жұмсақ және сыртқы қатты. Сыртқы қатты бляшкада бұл фиброзды қақпақ болады, ал ішкі жұмсақта бұл жаңағы басқа да барлық факторлардан жиналған, мысалға холестерин, кальций, лейкоцит, май деген сияқты басқа да осы факторлардан жиналған неше түрлі токсиндер жиналады. Кей жағдайда осы сыртқы қақпақ, яғни фиброзды қақпақ жұмсақ болуы мүмкін. Бұл жұмсақ болуы патологияға алып келеді, яғни қан ағысы кезінде жұмсақ болып тұрған фиброзды қақпақ, осы жерде фиброзды қақпақ, төмпешіктің үстіне бір қақпақ сияқты болады. Сол қақпақ болады да, қан өткен уақытта ығысып ашылып кетеді. Яғни бұның ішінде жаңағы барлық факторлардан жиналған токсиндер, яғни май, холестерин, белок, кальций, лейкоцит деген сияқты осы тромбогенді табиға түседі, тромботицтердің қан ағысын тоқтатып тастап, химиялық заттарды бөліп процесті күшейтіп жібереді. Яғни тромботицит осы жерде қан ағысын тоқтатып тастайды, яғни қанның өтуін тежеп тастайды. Міне тромбтың түзілуі. Міне осы суретте тромбтардың түзілуі, яғни осы атеросклерозы бляшкалар жарылып қанға түседі, осы жерде тромб түзіліп, одан сайын қанның өтуін тежеп тастайды. Сосын енді қан өтпегесін, енді бұл жерде жүрек бұлшықетінің зақымдалуы, яғни некроз болады. Миокард инфарктісі сол жақ қарыншаның гипертрофиясын алып келеді негізінде, ал оң жақ қарыншаның гипертрофиясы болған уақытта адамда сразу, яғни кенеттен өлім болады. Яғни сол оң жақ қарыншаның гипертрофиясын алып келсе. Себебі оң жақ қарыншаның бұл қабырғасы өте жұқа болғандықтан, бұл жерде жүректің жарылуы болуы мүмкін, сондықтан да оң жақ қарыншаның гипертрофиясы өлімге алып келеді.
Сол жақ қарыншаның гипертрофиясы қалай зақымдалады? Бұл жерде суретпен көрсететін болсақ, яғни осы жүректі біз осылай тікесінен қараймыз, ал оны жоғары жағынан, яғни горизонтальды бағытта қарайтын болсақ, бізде жүректің кескіні осылай беріледі. Бұл артқы, алдыңғы, сол, оң қарыншаларды берілген. Бұл жерде осы үш жақта тәж артериялары орналасқан. Бұл жерде тәж артерияларында эрозия болған уақытта қан жүрекке түсіп, қарыншаларды зақымдайды. Яғни біріншісі бұл мына алдыңғы және сол жақ қарыншаны зақымдайды. Бұл сол алдыңғы төмендеу артериясы, яғни тәж артериясы. Бұл жиі кездеседі, яғни 40-50% кездесуі мүмкін. Екіншісі бұл артқы қабырғасын зақымдайды, яғни артқы қабырға мен сол жақ қарыншаны зақымдайтын бұл оң жақ тәж артериясы. Бұл 30-40% осы жағдайда кездесуі мүмкін. Сосын сол жақ қарыншаның бүйір жағын зақымдайды, Бұл сол жақ артериясы, сол жақ тәж артериясы. Бұл 15-20% кездеседі. Мінекей осылай алдыңғы қабырға мен сол жақ қарыншаның гипертрофиясын алып келеді. Бұл жаңағы сол алдыңғы төмендеу артериясы, бұл көбінесе жиі кездеседі. Содан кейін осындай сол жақ қарыншаның гипертрофиясын алып келеді, яғни тәж артерияларының зақымдануының әсерінен. Келесі клиникасында жалпы миокард инфарктісінің клиникасы жүрек пен барлық организмде болатын морфологиялық өзгерістерге тәуелді. Осыған байланысты миокард инфарктісінің дамуында 5 кезеңді анықталады. Яғни инфаркт алды күй, өте жедел кезең, яғни 30 минуттан 3 сағатқа дейін, жедел кезең аурудың осы 10 күніне дейін, жеделше кезең 4-8 аптаға дейін, инфаркттан кейінгі кезең аурудың басынан 2-6 айға дейін болады. Сосын миокард инфарктісінің классификациялық дамуын және атипиялық даму барысын ажыратады. Бұл жерде атипиялық даму барысына миокард инфарктісінің абдоминальды, астмалық, аритмиялық, коллаптоидтық, цереброваскулярлық, сосын перифериялық ауырсынусыз болатын даму түрлеріне жатқызылады. Жалпы патоморфологиясында некрозың бұлшықетке тарау тереңдігіне қарап, миокард инфарктісінің осы 4 топқа бөліп қарастырады: субэпикардиалды, интрамуральды, субэндокардиалды, трансмуральды. Бұл жалпы патоморфологиясындағы 4 топты ара жігін ажырату үшін біз жүрек бұлшықетін қараймыз. Жалпы жүрек бұлшықеті бұл эндокард, ішкі қабат, миокард, жүрек бұлшықеті, эпикард, сыртқы қабат деп қарастырады. Бұл жерде субэпикардиалды, от слова эпи деген сөзге назар аударамыз. Эпикардиалды бұл миокард, яғни жүрек бұлшықетіне жақын орналасқан, эпикардқа тоже жақын орналасқан 1/3 бөлігінің зақымдалуы. Субэпикардиалды кезінде эстосегментінің элевациясы болады. Міне, қазір. Элевациясы осындай, яғни эстосегментінің көтерілуі болады ЭКГ-де. Келесі субэндокардиалды түрі. Субэндокардиалды кезінде миокардқа жақын орналасқан миокардтың 1/3 бөлігінің зақымдалуы. Бұл субэндокардиалды, яғни эстосегменттің депрессиясы болады керісінше. Эстосегменттің депрессиясы бұл алдыңғы сабақта айтып кеткеніміздей, яғни эстосегменттің төмен түсуі. ЭКГ-де осындай бейне көрсетіледі. Сосын трансмуральды. Трансмуральды дейміз, бұл барлық қабатының, яғни эндокард болсын, миокард, эпикард болсын, барлық қабатының зақымдалуы болады. Бұл жерде трансмуральды кезінде эстосегментінің элевациясы, яғни осындай көтерілу болады. Сосын соңғысы интрамуральды, яғни от слова интра, бұл ішкі қабаттарының зақымдалуы болады. Жалпы лабораториялық көрсеткішінде тропонин Т, тропонин А, сосын креатинин фосфокиназа, МБ деген сияқты осы көрсеткіштерді қараймыз. Яғни біз алдыңғы сабақта айтып кеткенімізде, тропонин егерде положительный болатын болса, миокард инфарктісі, эстосегменттің көтерілуі деген диагнозды қоя аламыз. Тропонин қандай жағдайда көтеріледі, қандай жағдайда ең үлкен көрсеткіші болады, және де қандай уақытта нормаға түсетін анықтайтын болса, тропонин жалпы миокард инфарктісі анықталғаннан кейін 2-4 сағаттан кейін көтеріледі, 48 сағаттан кейін, яғни 2 күннен кейін пик болады, яғни ең жоғарғы көрсеткішті көрсетеді. 7-10 күннен кейін қайтадан нормаға түседі. Сосын тоже сондай креатин фосфокиназа МВ-да тоже 2-4 сағаттан кейін көтеріледі, 24 сағаттан кейін тоже осындай
ең жоғарғы көрсеткішті көрсетеді бір күннен кейін, сосын 48 сағаттан кейін қайтадан орнына нормаға түседі. Тері арқылы коронарлық артерияларға әсер ету үшін бұл жаңағы біріншісі баллонды ангиопластика, сосын стенд қою арқылы осы тәж артерияларын яғни кеңейтуге болады. Медикаментозды ем бұл антикоагулянттармен және антиагреганттармен емдеу болып табылады. Антикоагулянтты қолданудағы мақсат бұл тромбозды, яғни тәж артерияларында тромбоз болғанда, жүрек іші тромбозы, жүйелі эмболияның үдей түсуі және веналық тромбоздың пайда болғанда алдын алу және тромбоэмболиялық асқынуларды емдеу болып табылады. Осы антикоагулянттарды қолданады. Антикоагулянттың препараты бұл гепарин, яғни қанды айналып жүрген антитромби ішпен қосылып, оны активті түрге айналдырады. Сосын гепаринді қолданудағы бұл 24-48 сағат венаға егу арқылы орташа дозасы 1000 әсер бірлік сағатына болып табылады. Сосын антиагреганттарды қолданудағы осы мақсат тромботицтердің және эритроциттердің агрегациясын бөгеу. Бұның ең жиі қолданылатын препарат, яғни тромбоксанның синтезін тежейтін, бұл ацетилсалицил қышқылы, яғни аспирин. Бірақ аспиринді табиғи антиагреганттармен осы простациклиннің активтігін тежейді, сондықтан да аспириннің ең аз дозада беріледі. Аспириннің бірінші дозасын шайнайтын таблетка түрінде 160-325 мг береді. Кейін науқас адам аспириннің 80-125 мг күнге бір рет ішке ұзақ уақыт қабылдайтын болады. Сосын бұл жерде жаңағы қарсы көрсеткіш болған жағдайда, яғни аспиринге қарсы көрсеткіш бұл асқазан жарасы, асқазан ішек жолынан қан кету болғанда тиклопидинді береді, яғни тиклит деп атайды. Бұл тромботиттің агрегациясын тежейді. Тоже осындай тиклопидинді 250 мг дозасында тәулігіне 1-2 рет ұзақ уақыт қабылдайды. Жүрек бұлшықетіне түсетін күшті азайту үшін қолданылатын ем, яғни миокардқа түсетін күшті азайту үшін бізге 3 топ препараттары, яғни нитраттар, бета-блокаторлар, ангиотензин айналдырушы ферменттің ингибиторлары. Нитраттары жалпы не үшін қолданылады, яғни не үшін тағайындалады? Бұл вазодилататорлар болып табылады, яғни веналық. Олар вена тонусын азайту және қанның іш қуысы тамырларында депоға жиналуын күшейту арқылы вена арқылы жүрекке оралатын қан көлемін азайтады, яғни алдыңғы жүктемені азайтады. Содан кейін өкпе артериясына қан қысымын төмендетеді, жүректің диастолалық мөлшерін азайтады. Сосын ол коронарлық қан айналысын миокардтың ишемия зонасына қарай бағыттайды. Нитраттар тағайындалатын жағдай бұл тұрақты немесе қайталай беретін миокард ишемиясы кезінде, жедел жүрек әлсіздігі кезінде, тұрақты артериялық гипертензия кезінде. Бұның жалпы препараты нитроглицерин, бұл венаға 5-10 милликилограмм минутына жылдамдығымен 24 сағат бойы жіберіледі. Нитраттарды беруге қарсы көрсеткіштерге келетін болсақ, оң жақ қарыншаның жиырылу функциясының ауыр бұзылысы кезінде гиповолемия, сосын систолық артериялық қан қысымының 90 мм сынап бағанасынан төмен болған жағдайда, жүректің жиырылу жиілігі 50 минуттан төмен болған жағдайда, өте жоғары тахикардия, сосын алдыңғы 24 сағат ішінде сельдинафил препаратын қолданған уақытта осы нитраттарды беруге қарсы көрсеткіштер болып табылады. Бета-адреноблокаторлар бұлар қолданады осы жүрек жиырылу жиілігін төмендету мақсатында, сол жақ қарыншаның қабырғасын кернеуін азайту арқылы миокардқа оттегінің қажеттігін азайту мақсатында, сосын жүрек әлсіздігі жоқ тахикардия кезінде артериялық қан қысымы көтерілген уақытта қолданады. Бұның препараты атенолол венаға енгізілу арқылы 2,5 мг, егер науқас адам жақсы көтеретін болса, арасына 10 минут салып 2 рет егіп жібереді. 15 минут ішке 50 мг, кейін 100 мг тәулігіне егеді. Қарсы көрсеткіштері бұл жерде жаңағы жүректің жиырылу жиілігі 50-ден төмен болған жағдайда, ауыр сол қарыншалық жүрек әлсіздігі, атриовентрикулярлық блокада кезінде тыныш тұншықпасы және де яғни астма болған жағдайда және де өте ауыр хобл жағдайында, өкпенің созылмалы обструктивті ауруы кезінде. Келесі препарат ангиотензин айналдырушы фермент ингибиторлары. Бұлар жүрек әлсіздігінде қан айналу фракциясы төмен болған уақытта қарсы көрсетпе жоқ ауқымды миокард инфарктісіне қолданады.
Бұлардың препараттары каптоприл, бұлар ішке алғашқы доза 6,125, 12,5 мг, сосын кейін 50 мг 2-3 рет тәулігіне қабылданады. Қарсы көрсеткіштері. Бұлар систолық артериялық қан қысымы 100 мм сынап бағанасынан төмен болған жағдайда, гиповолемия, сосын ауыр бүйрек жеткіліксіздігі болған жағдайда, бүйрек артерияларының екі жақты стенозы, екі қабаттылық, дәріге көтере алмаушылық болған жағдайда осы препараттар тобы қабылданбайды. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік, оқуда жемісті болыңыздар. Және де соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.